Қайырлы күн, Алтай Ньюс оқырмандары. Назарларыңызда әдеттегідей Балауса Мэлс қызы аймақтағы айшықты жаңалықтармен бөліспек. Ендеше бүгінге әзірленген жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Бүгін экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев пен Шығыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметовтың қатысуымен өткен арнайы кеңесте аймақтағы су тасқыны жағдайы және оған қарсы іс-қимыл шаралары талқыланды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мәліметі бойынша өңірдегі гидрологиялық жағдай тұрақсыз, өйткені метеорологтар жаңбыр мен қар жауады деп болжауда. Аумақтың шамамен 55%-ында қар жатыр, ал қар жамылғысы ылғалдылығы нормадан жоғары. Мамандар тұрақты негізде мұз белсенді түрде еріп жатқан өзендердің арналарына аэровизуалды тексерулер жүргізіп отыр. Еріген суларды өткізу мониторингі күшейтілді. Жедел штаб тәулік бойы жұмыс істеуде. Шығыс Қазақстан облысы солтүстікке гуманитарлық көмек жіберді. Достық үйі мен еріктілер фронт офисі шаһардан 2 бекет ашып, бір апта ішінде 20 тоннаға жуық гуманитарлық көмек жинаған. Көмек көрсетуге жастар және волонтерлік ұйымдар, этномәдени бірлестіктер, кәсіпкерлер, жоғары оқу орындары мен облыс тұрғындары белсенді қатысқан. Көмек жинауға облыстың түкпір-түкпіріндегі жанашыр жандарда атсалысқан көрінеді. Мәселен, Күршім және Алтай аудандарында тұрғындар азық-түлік жеткізсе, Normal Work жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 5 тонна ұн, ал Халифа Алтай облыстық мешіті көмек беріп қана қоймай, гуманитарлық заттарды жеткізу үшін арнайы көлікті де қамтамасыз етіпті. Также многие предприниматели оказали қаржылай қолдау көрсеткен кәсіпкерлер де болды. Осы орайда қол ұшын созған барлық өңір жұртшылығына шын жүректен алғыс айтқым келеді. Бүгін шығыстан көмек жөнелтіледі, бірақ гуманитарлық көмек жинауды тоқтатпаймыз. Себебі төтенше жағдай жарияланған өңірлерге әлі де көмек керек. Оларға қолымыздан келгенше азық-түлік, дәрі-дәрмекпен қолдау көрсетіп, қиын шақта демеуіміз керек. Біріксек қана барлығына төтеп береміз. Үлкен Нарын ауданында Бұқтырма өзені көтеріліп, Сібір жарасынан өлген малдың өлексесі көмілген қорымда су басу қаупі туындаған еді. Жергілікті атқарушы билік дереу іске көшіп, жағдайды бақылауға алды. Мамандар дер кезінде суды бұрып 250 шаршы метр аумаққа топырақ төгіп қорымның айналасын көтерді. 150 тонна инертті материал дайындалды. Су басу қаупі бар учаскелерде 11 адам және 3 техника жұмыс істеуде. Алтай ауданындағы Соловьева ауылында өткен түні су деңгейі көтерілді. 24 үйдің ауданына қауіп төнген. Елді мекенге шұғыл түрде облыс әкімі Ермек Көшербаев барып, жағдайды бақылауға алды. Аймақ басшысы жағалауды нығайтып, қарғын суды бұру жұмыстарын жүргізіп жатқан мамандармен және тұрғындармен кездесті. Ауылдықтар эвакуациядан бас тартып, уақытша туған туыстарының үйіне орналасты. 2 күн бойы толассыз жауған жаңбыр салдарынан көтерілген су деңгейі қазірде 10-15 сантиметрге төмендеді. Оқиға орнында жергілікті атқарушы орган өкілдері мен төтенше жағдай мамандары кезекшілік атқаруда. Сондай-ақ полиция бекеті жұмыс істеп тұр. Осымен бүгінгі хабар тамам. Келесі кездескенше.